Жер жаһанды шарлап жүрген бабалар ізімен атты отандық ғылыми экспедиция Әзербайжан еліне жетті. Баку қаласында Қазақстан елшілігінің ұйымдастыруымен бірқатар жиындар өтті. Онда қазақстандық зерттеушілер мен Әзербайжан ғалымдары түркі халықтары мен қазақ ұлтының этнографикалық және мәдени мәселелерін талқыға салды. Бұл жолы қазақстандық экспедиция бабаларымыздың ізін Әзербайжаннан тапты. Осы республика аумағындағы Қазақ ауданы біздің ғалымдардың қызығушылығын тудырды. Шығыс Кавказды мекен еткен қандастарымыз туралы ақпарат жинау үшін зерттеушілер мұндағы тарихи және археологиялық нысандарды аралап, жергілікті тұрғындармен тілдесті. Я первый раз, когда узнал о казахском районе, Әзербайжандағы Қазақ ауданы жайлы алғаш естігенімде, елді мекеннің Қазақ деген атауының біздің елге қатысын зерттей бастадым. Енді осы ұйымдастырылған жиын барысында жергілікті ауданның қазақтармен байланысының шынымен де барын білдім. Ол жерде өздерін қыпшақтардың ұрпағы деп есептейтін халық тұрады. Жалпы экспедиция әлемнің 40 елінен ата-бабаларымыздың ізін тапқан түркі ұлысының мекенін анықтау үшін ғалымдар генетикалық зерттеулерді жүргізеді. Бұл түркі халықтармен, олардың алыс шетел тұрғындармен байланысын іздеудің жаңа кезеңі. Палеогенетика – это новая отрасль. Осы жылдың сәуір айында National Publication журналында қазақтар мен өзге де түркі елдерінің шығыс сақтары мен скифтерінің ұрпағы екендігі жазылған мақала жарық көрді. Ал әзербайжандар оғыз тобының түркі халықтары, славяндар мен ирандықтар шығыстағылардан ерекшеленген батыс скифтерінің ұрпағы деп жазылған. Бұл өте қызықты мәлімдеме. Түркі халықтарының тамырының тереңдігін анықтау үшін ғалымдар скифтер мен сақтардың мәдениетін зерттеудің ғылыми амалдарын қолданған. Осы орайда Әзербайжан мамандары қазақстандық әріптестеріне археологиялық қазба жұмыстарына көмектесіп, әріптестік орнатуға дайын екендіктерін жеткізді. Для того, чтобы интегрировать Әзербайжан мен Қазақстан ғалымдарының жұмыстарын біріктіру үшін Зейнолла Самашев маған экспедицияға қатысуды ұсынған болатын. Болашақта қазақ археологтарын Әзербайжандағы біздің дәуірімізге дейінгі 1-ші мыңжылдықтың қазба ескерткіштерін зерттеуге шақыруды жоспарлап отырмыз. Басқосуда Қазақстан мен Әзербайжандық зерттеушілер мемлекеті мен мәдениетін өздігінен дамытқан түркі халықтарының тамыры тереңде жатқанын айтты. Ал бабалар ізімен жолға шыққан экспедиция тағы бірнеше елге барып, қазақ халқының тарихын зерттеу жұмыстарын жалғастыра бермек. Зайнұр Бажігіт, Мөлдір Доспаева, Шафа Алиева, қорытынды жаңалықтар, Әзербайжан.